Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен құрамына айран қосылып пісірілетін кестелі құймақтардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Барлық керекті заттардың құрамын описаниеда қалдырдым, және барлығы бөлме температурасында болуы керек. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне 2 ас қасық қантымызды салып, және тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерге тәтті құймақтар ұнайтын болса, қантын көбірек қосуға болады. Кейін үстіне бөлме температурасындағы айранымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қайнап тұрған суымызды бөлек ыдысқа құйып алып, үстіне содан салып, жақсылап араластырып, соданы ертіп алып, біздің айран қосылған қоспамыздың үстіне құйып, тезірек барлығын жақсылап араластырамыз. Ыстық суды құйғаннан кейін міндетті түрде бірден тез араластырып жіберу керек. Барлығын біркелкі массаға келтіргеннен кейін үстіне сұйық майымызды құямыз, және барлығын тағы да араластырамыз. Енді үстіне иленген ұнымызды саламыз. Ұнды илеп салған абзалырақ болады, себебі сол кезде құймақтар одан да воздушныйлау болып піседі. Ұнымызды бөліктерге бөле отырып қосамыз. Сол кезде араластыруға оңайырақ болады. Барлығын жақсылап араластырып, ешқандай қатпарлы қамыр қалып қоймау керек, яғни без комочков болу керек. Барлығын жақсылап араластырып, табамызды орташа отқа қойып, қыздырып алып, үстіне аздап сұйық май жағамыз. Міне қамырымыз осындай болып шығады. Енді құймағымызды құйып бастаймыз. Құймақтардың бетіне осылай тесіктер пайда болады, яғни ажурный болып піседі құймақтарымыз. Құймақтарымызды екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Бір рет табаға сұйық май жаққаннан кейін, келесі құймақтарды құйғанда сұйық май жақпай қоюға болады. Егер табаныңызға құймақтар жабысып қалады деп уайымдайтын болсаңыз, онда әрбір құймақ құйған сайын сұйық майды жағып тұруыңызға болады. Екі жағынан қызартып құймақтарымызды пісіреміз. Құймақтар өте нәзік болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Құймақтарымызды екі жағынан қызартып пісіріп алғаннан кейін, әрбір құймақтың үстіне осылай сары майдан жағып тұрсаңыз, одан да дәмдірек болып шығады. Немесе үстіне сгущенка, я болмаса варенье жағуыңызға да болады. Міне құймақтарымыз осындай әп-әдемі, аппетитный болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Құймақтар өте жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Сұлушаш.